Алла Тағала Құр'ан-ы Каримде шүкіршілік етсеңдер арттырамын дейді. Қараңыз, сен шүкіршілік етесің Алла Тағала арттырамын дейді. Енді жай бұлай, біздің шүкіршілігімізді салыстырып көрейікші деп жатқаным ғой. Мысал үшін, саудагерлер. Мен мысалы киім сатам. Бұл мен ғана сондай оңбаған екен деп қалмаңыздар. Бізде осындай әдет. Мен мысалы киім сатам. Әр саудагердің өз сезоны бар ғой. Мен базарда киім сатып тұрмын. Қасыңа жаңа біреу келеді да, сіз келесіз да қасыма. Жүрсе мешітке барып келейік дейсіз ғой. Мен болды деймін да мешітке барып келе беремін. Базардағылар өзі бесін мен асырды өзі базарда оқиды ғой. Мешітке барып келе бересің. Қараңыз, бір күні қар жауады. Қар жауған күні біз өзі Қазекең өзі ертең қар жауады десе киінбейміз. Қарды көрген кезде барып киім алатын әдетіміз бар ғой біздің өзі, сондай халықпыз ғой. Уайым жоқ, бейпіл халықпыз ғой енді. Бүгін қар жауады, ертесіне не болады? Киім сататындарда пальто, шапка, етік, сезон басталады. Өтетіне қазақтардың бәрі базарға барады. Менде сауда қызды ғой. Енді қараңыз, сатып жатырмын, складтан әкеліп жатырмын, сатып жатырмын. Қасыңа біреуді алып аласың, ол тасып тұр, сен сатып жатсың. Осы кезде сіз келесіз да маған, жүрсе мешітке барып қайтайық дейсіз. Мен не деп айтам? Кешір, үлгере алмай жатырмын. Бара алмаймын. Біраз уақыттан кейін біреу келеді да, келсе жамағатпен оқып алам. Жоқ. Бірінші сен оқып ал, кейін мен оқып алам. Мен оқып отқанда сен сата бересің, сен оқып отқанда мен сата берем. Келген адамдар жібермеу керек. Тағы да қараңыз, сауда осылай қызып жатқан кезде жай намаздың үстінде отырып алып, субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деп болғаннан кейін асықпай отырып дұға қыласыз ба? Мен қылмаймын. Өйткені адамдар қарасаңыз, не түсіндіңіз? Бұл бір ауыр күнә деп жатқан жоқпын, бірақ Алла Тағала сізге адамдар жіберді да, саудаңызға береке берді. Сіз Алланың үйіне бармай қойдыңыз да. Мешіттен алыстадыңыз. Ертесіне сезон тоқтайды, сіз келесіз да қайттан маған. Кеттік мешітке, сен тұрасында кете бересің. Өйткені сауда жоқ та. Ағайындар, қалай ойлайсыз? Салыстырып көріңізші, жай. Біз ана тәуекелді Аллаға емес, адамдарға. Берекені Алла береді, адамдар емес келіп тұрған. Оларды бізге жіберіп тұрған сол Алла емес па? Ойлаңызшы, міне бесін намазының уақыты болды. Сіз алдыңызға келіп тұрған адамдарға да, жігіттер, или апай, ренжімейсіз, 10 минут күте тұрыңыздар. Біз намазға барып келейік деп, мешітке қарай шығып кетсең да, банкрот боласың ба? Жоқ, негізі саған берекені беруш. Ол үшін Алла Тағала саған үлкен бір нығмет беруі мүмкін. Бірақ біздің жүрегіміз шыдамайды ғой ондайға.